Баршаңызға қайырлы күн достар, берекелі асхан арнасына қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге ұйғыр самсасының оригинал рецептін көрсететін боламын. Бұл рецепті мастер-класстарда ақылы түрде үйретіп жүр. Мен сіздерге өзімнің YouTube каналымда бөлістім. Арнама тіркеліп, қолдау білдіріп қойыңыздар. Ең алдымен ұнымызға мұздатқыштан шыққан сары майымызды қырғыштан өткізіп, осылай аунатып, крошка жасап аламыз. Екі қолымызды пайдалансақ та болады. Ең бастысы тезірек май еріп кетпей тұрып араластырып аламыз. Сосын жұмыртқаның екі сарысы және де бір бүтін жұмыртқаны салып бір араластырамыз да, қаймағымызды қосып және 1,5 қасық шай қасықпен тұзымызды салып, барлығын біркелкі масса болғанша араластырып алып, алдыңғы массаға қосамыз. Содан кейін қасықпен араластырып, содан кейін қолымызбен жұмсақ қамыр илеп аламыз. Оны жарты сағатқа холодильникке, яғни тоңазытқышқа салып аламыз да шығарып, біраз уақыт өткеннен кейін екіге бөліп, жақсылап жайып аламыз, жұқалап. Уақытты көп алмау үшін мен жайып алдым. Және де енді ертілген сары майымызды жағып, барлық жеріне жеткізіп, осындай четканың немесе қолмен жағып аламыз. Келесі қамырымызды да, яғни екінші бөлігінде жайып, жұқалап, үстіне май жаққан соң төсеп, келесі тағыда қалған майымызды жағамыз. Содан соң өте тығыз қылып орауымыз қажет болады. Жақсылап тығыздап орап аламыз да, ораған қамырымызды кемінде 3 сағатқа тоңазытқышқа саламыз, немесе бір түнге қалдырсаңыздар да өте жақсы слоеный самса болып шығады, қатпарлы. Оны сосын 35-36 граммнан өлшеп, таразының көмегі арқылы бастапқыда жасап жатқан кезде өлшеп алып істесеңіздер болады. Сосын жаюға ыңғайлы болу үшін видеода көрсетілгендей етіп, екі қолымызбен бас бармағымыз арқылы істеп алып, сосын тақтаймен жаямыз. Және де салмамызды ішіне салып бүгетін боламыз. Өздеріңіз қалаған салманы салсаңыздар болады. Мен фаршқа картопты қосып, пиязбен бір қуырып алдым майға. Өзіме сол ұнағандықтан дәмдеуіштерін салып бір қуырып алдым. Сіздер олай салмасаңыздар да піседі. Енді осылай түйіп, бүгіп аламыз. Баста бір-екеуін онша түйе алмай қалуыңыз мүмкін, бірақ кейін қолдарыңыз жаттығып кетеді. Өте жұмсақ, жабысқақ қамыр болады бұл қамыр. Сондықтан да жасап көруге кеңес беремін. Сосын жұмыртқаның сарысын осындай ас үйге арналған четкамен жағып, барлығына жағып аламыз. Безендіру үшін күнжутты, макты қолдансаңыздар болады, өте әдемі көрінетін болады. Дастарханыңыздың көркін ашатын самса болады. Сондықтан да жасап көріңіздер, өте песочный тесто болып шығады. Міне біздің самсаларымыз дайын, көріп отырғандарыңыздар өте күшті, қатпарлы, сондай дәмді самса болып шығады. Барлықтарыңызға ас болсын, жасап жатсаңыздар, видеоға лайк басып, қоңыраушаны басып қойыңыздар, арнама тіркеліп.